Жолдағы жүргізушілер бір мезетте жүргізуші куәлігінен осылай айырылуда. Ол қалай дейсіздер ғой? Міне сіздерге 3 кеңес. Жүргізуші куәлігін сақтағыңыз келсе, онда мынаны тыңдаңыз. Сіз жолда жүрген кезде, мысалы, солға немесе оңға бір жаққа бұрылыс жасайтын алдында, сіз міндетті түрде сол бұрылатын жаққа бұрылмай тұрып қарап алуыңыз керек. Сіз бұрылар алдында міндетті түрде бұрылыс көрсеткішін жағасыз, әрине, поворотник жақтыңыз. Яғни оңға бұрылатын болсаңыз, мысалы оңға. Және оңға бұрылатын кезде сіз міндетті түрде сол жолға бір қарауыңыз керек. Және алдыңызда тұрған бір жол белгілері болатын болса, соларға қарауыңыз керек. Ол неге? Мысалы, мына жағдайды қараңыз. Осы жерде келе жатқан кезде ол мына карта бойынша келе жатыр. Картаның былай жүр деген нұсқауын тыңдап. Яғни осы жерде мына жүргізуші, бұл жерде мына картадағы дауыс оған айтты: оңға бұрыласын осы жерде деп. Бірақ ол келе жатып жол белгісін уақытында аңғарып қалды. Осы жерде бір жақты жүру жолына шығу деген жол белгісі орнатылған. Ол не деген сөз? Яғни мына сіздің алдыңыздағы жол қазіргі ол односторонний жол. Яғни бағыты оның оң жақтан солға қарай. Бұлай сіз оңға бұрыла алмайсыз ол жолда. Тек қана солға бұрылып кетуіңіз керек. Ол жүргізуші қайта ол картаның нұсқауын тыңдамай, өзі мына жол белгісін көріп, бірден сол жерден солға бұрылып кетті. Ал енді сол жерде осы жүргізуші оңға бұрылып кететін болса, мына навигаторды тыңдап, онда міндетті түрде ол жүргізуші куәлігінен айырылады. Ал енді жүргізуші куәлігінен айырылғаны былай тұрсын, ол ең бірінші кезекте өте қауіпті маневр. Яғни бұл қарсы бағытқа сіз навстречу шығасыз. Яғни қарсы бағыттағы көліктер сіздің алдыңыздан бірден шығып, сол жерде үлкен апат орын алуы мүмкін. Сол себептен, құрметті оқырмандар, сіз жолда жүрген кезде міндетті түрде жол белгілеріне қарап жүруіңіз керек. Және мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалы, сіз келе жаттыңыз, сосын солға қарай бұрылайын деп шештіңіз, Сіз мына бағдаршамнан өткеннен кейін солға бұрылайын деген кезде, бұл жерде қарасаңыз, солға бұрылу үшін барлығы ешқандай тыйым салу белгісі жоқ, яғни барлығы заңды. Бірақ қарап қалсаңыз, мына сол жақтағы сіздің кіретін жеріңізде осы белгі орнатылған екен. Ал бұл белгі не деген белгі? Бұл белгінің мағынасын көп адам түсінбейді. Бұл белгіні жүргізушілер өзін ара кірпіш деп атайды. Яғни бұл белгі кіруге тыйым салынады деген белгі. Кіруге тыйым салынады деген белгі міндетті түрде мына шығатын жерлерде орнатылады. Мысалы, бұл мына кірейін деп тұрған жеріміз осы тұрақтан тек қана шығуға арналған жер. Яғни бұл жерден кіруге мүлдем болмайды. Және бұның мына бетінде кіретін жер болады. Ол кіретін жерден шығуға болмайды. Яғни сол жерде міндетті түрде осы белгі орнатылады. Яғни сіз мынаны түсініп алуыңыз керек. Жолда осы белгіні көрдіңіз ба? Болды. Бұл белгіден әрі қарай мүлдем жүрмейсіз. Түсінікті ғой? Осыны біліп алыңыздар. Бұл белгіде ешқандай исключение жоқ. Мына белгінің ар жағында менің үйім бар, жұмысым бар деген ештеңе болмайды. Яғни бұл белгіден әрі қарай жүруге болмайды. Және бұл белгі қандай жерлерде орнатылатынын бірден айтып кетейік. Бұл белгі мына бір жақты жүріс жолында, яғни односторонний жол деп айтайды. Односторонний жолда келе жатқан кезде сіз соңында, односторонний жолдың соңында қарсы бағыттағы көліктерге осы белгі тұрады. Односторонний бітеді жол, және мына белгі осы қарсы бағыттағы көліктерге қарап тұрады. Яғни ол көліктерге кіруге тыйым салынады деген белгі. Түсінікті ғой? Яғни сіз келе жатқан кезде бұл белгі сізге теріс қарап тұрады. Қарсы бағыттағы жүргізушілерге қарап тұрады ол белгі. Түсінікті ма? Құрметті оқырмандар, егер сіз мына жолда жүрген кезде осы белгіден әрі қарай өтіп кететін болсаңыз, праводан айырылдым деп есептей беріңіз. Және праводан айырылғаны былай тұрсын, сіз өте өз басыңызға үлкен қауіп төндіретін боласыз. Сондықтан сіз жол белгілерін барлығын танып білуіңіз керек. Мынау қандай белгі, ол қандай белгіге жатады, жүргізушіге қандай мағына айтып тұр, жүргізушіге қандай сигнал беріп тұр, осының барлығын сіз білуіңіз керек. Осы жерден біздің түйін жасайтын жеріміз, міндетті түрде оңға немесе солға бұрылатын болсақ, алдымыздағы жол белгілеріне мән береміз біріншіден, және бұрылар алдында сол бұрылатын жағымызға бір қарап аламыз. Сол жерде тыйым салу белгісі тұрған жоқ па, ол жерде бір авария болып жатқан жоқ па, ол жерде бір жол жабық болып жатқан жоқ па, ремонт болып жатқан жоқ па деген сияқты. Түсінікті ма?
Одан кейін келесі айтатын сіздерге өте пайдалы кеңес ол мынандай. Сіз жолда келе жатқан кезде міне оңға немесе солға бұрылатын болдыңыз ба, міне қай жаққа сіз бұрыласыз, сол жақтың айнасына міндетті түрде қарауыңыз керек. Мысалы, мына жағдайды қараңыз. Мына жүргізуші солға қарай бұрылып жатқан кезде, мына сол жағынан жүк көлігі басып озбақшы болып, осы жерде үлкен жол көлік оқиғасы орын алды. Қараңыздар. Өте қайғылы жағдай. Енді осындай болмас үшін сіз солға немесе оңға бұрылар алдында міндетті түрде айнаға қарап отыруыңыз керек. Жалпы кез келген маневр жасар алдында және жолда жүрген кезде қарапайым мына айнаңызға, екі айнаңызға және артқы айнаңызға міндетті түрде көзіңізді салып қойып отыруыңыз керек. Жолда жүрген кезде сіздің прав болғаныңыз немесе басқа жүргізушінің қателік жасағаны ол сізді қауіптіліктен құтқармайды. Ең бастысы мына жолда жүрген жүргізушілер, сіз прав болсаңыз да, сіз не прав болсаңыз да, яғни мына жолдағы жол көлік оқиғасын болдырмаудың амалын жасау керек. Ең бірінші мақсат осы. Яғни сіз солай жасасаңыз, демек басқа да жүргізушілер солай жасайды. Енді сіз өзіңізге жауап берсеңіз, демек басқа да жүргізушілерге ешқандай зияныңыз тимейді. Сізге де, бізге де жолда жүру қауіпсіз болады сол кезде. Жолда жүретін кім? Жолда жүретін сіз, жолда жүретін біз және біздің осы жақындарымыз, біздің осы еліміздің азаматтары. Сондықтан, құрметті оқырмандар, бұл жерде өзіңіз жауапкершілікті сезініп алуыңыз керек. Сіз мына көліктің салмағы деген 1 тоннадан асады. Кез келген көлікті алсаңыз, салмағы 1 тоннадан асады. Яғни сіз осы 1 тоннадан асатын көлікті, темірді тізгіндеп алып, соның сіз жүріс-тұрысына мен жауап беремін. Осы көліктің жүріс-тұрысын қауіпсіз етемін деп жүргізуші куәлігін алған кезде сіз сондай құқық алдыңыз. Енді осы жолда жүргенде ережені сақтап жүруге тырысыңыз. Ережені сақтап жүру мүлдем қиын емес. Және ережені сіз біреу үшін сақтамайсыз, өзіңіз үшін сақтайсыз. Яғни осы жерде сабақ алатынымыз, міндетті түрде біз айналарға қарауымыз керек. Оңға бұрылатын болсақ, міндетті түрде оң жақ айнаға, солға бұрылатын болсақ, міндетті түрде сол жақ айнаға. Және де осы айта кететін ақпарат, мына жерде сіз солға қиылыста бұрылар алдында осындай кезде міндетті түрде мына екі жолақтағы көліктерге жол беруіңіз керек. Қарсы бағытта тіке жүріп келе жатқан. Ал кейбір жүргізушілер осы жерде мына жолақты жауып тұрып алады. Сол кезде мына екінші жолақпен жүріп келген көлік ары қарай өту үшін жолағын ауыстыруға қиылыс үстінде мәжбүр болады. Яғни сіздің көлігіңізді айналып өтуге. Сіз бұл жерде я артқа жүре алмайсыз, сіздің артыңызда көлік болады, я алға жүре алмайсыз, сіздің алдыңызда ана көліктер қарсы бағытта өтіп жатады. Яғни сіз бұл жерде өзіңіз алға қарай өте қатты шығып қоятын болсаңыз, онда өз-өзіңізді тупикке апарып қойдыңыз деген сөз. Бұл осы жерден сіз аман кетсеңіз, ол жақсы әрине. Бірақ бұл жерден аман кету екіталай. Өте қауіпті жағдай бұл жерде. Сондықтан, құрметті оқырмандар, мына қиылыста шығатын кезде, солға немесе кері бұрылатын кезде осылай көліктің тұмсығын мына жолақты жауып қойып, олай тұрмаңыздар. Түзу тұра тұрыңыздар, сосын мүмкіндік болған кезде бұрылып үлгересіздер. Бұрылыстар туралы тағы бір айтатын ақпарат. Бұл жерде бұрылысты сіз бұрылар алдында қарауыңыз керек. Ол қандай бұрылыс? Мысалы, осындай 90 градус бұрылыстар бар, градусы аз бұрылыстар бар. Немесе даже кері бұрылатындай осындай өте қатты крутой бұрылыстар бар. Яғни осы жерде сіз қараған кезде осы бұрылыстарға сиятындай қылып көлігіңізді орналастыруыңыз керек. Бұның барлығы алдын ала жүргізуші жолда келе жатқан кезде ұйықтап кетпей, өзі қарап, жан-жағына қарап, алдын ала жасалып отыратын іс-әрекеттер. Барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне аман жетуді тіледім. Біздің каналға жазылыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер.